Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Деки Арман лақап атымен белгілі Арман Жұмакелдиевке қатысты сот үкімі шықты. Іс Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотында қаралды. Жұмакелдиевке қаңтар оқиғасы кезінде 24 адамды ұрлап кетті деген айып тағылған болатын. Сот үкімі бойынша Арман Жұмакелдиев 20 жылға сотталды. Былтыр 21 қыркүйекте Арман Жұмакелдиев пен Қайрат Құдайберген және басқа да тұлғаларға қатысты қылмыстық іс бойынша алдын ала тыңдау аяқталған. Деки Арман лақап атымен танылған криминал авторитет Арман Жұмакелдиев 2022 жылы 7 қаңтарда ұсталған. Іс бойынша айыптаушылар қатарында бұрынғы мәслихат депутаты Қайрат Құдайберген, ұлттық қауіпсіздік комитетінің полковнигі Руслан Ысқақов және тағы басқа тұлғалар бар. Барлығы 42 адам айыпталуда.